Күн құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Қарағанды гуманитарлық колледжі шетел тілі бөлімінің 4-ші курс студенті Сұлтан Мерей. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Ең алғаш қояр сұрағым, ең алғаш үйренген шет тілін жайлы айтсаңыз. Енді мен ойлаймын, Қазақстанда тұрғандықтан, жалпы орыс тілі қатты тарағандықтан бұл жерде алғашқы шет тілі мен үшін орыс тілі, көбісінде бәлкім солай шығар. Орыс тілі енді бәрібір мен отбасым біраз дәстүрлі отбасымыз қазақша негізінде көбірек сөйлейміз. Бірақ енді қазақша контент мен туылғанда өте аз болғандықтан, сол орысша блогерлерді көргендіктен, сондай телевизиялық программалар орысша болғандықтан, көбінесе орыс тілім бірінші дамыды және бірінші шет тілім сол орыс тілі деп айта аламын. Жақсы, келесі шет тілі ол ағылшын тілі, иә? Иә, үшіншісі ағылшын тілі. Ағылшын тіліне деген қызығушылығыңыз неден басталды? Шыны керек мүлдем есімде жоқ, қалай мен оған қызыққаным. Әйтеуір мектеп кезінен бастап сүйікті пәнім осы ағылшын болған. Енді мен көбінесе гуманитарлық бағыттағы адам болғандықтан, тілдерді үйрену, жаңағы әдебиет деген нәрселер көбірек сол нәрсеге қызықтым. Сол үшін де ағылшын тіліне қызығушылық сол арқылы пайда болды. Жақсы, шетел тілі бөлімінде оқитын маман болғандықтан болашақ ұстаз ретінде жастарға қандай кеңес бересіз тіл үйрену жайлы? Мен ойлаймын, жалпы ең басты көмектесетін нәрсе бұл қайталау. Шыны керек. Мен мысалы ең бірінші грамматикалық мысалы әртүрлі структураларды үйреніп, кейін қайталамасам ұмытып қалам. Қазірдің өзінде ондай проблема бар. Сол үшін де ең басты нәрсе ол қайталау, әрқашанда практика істеу. Мен ойлаймын, ең бірінші лайфхак ол әрине қайталап отыру, барлық үйренген нәрсеңді. Жақсы, тіл мен мәдениет сіздің ойыңызша қаншалықты бір-бірімен байланысты? Тіл мен мәдениет өте тығыз байланысқан нәрселер деп ойлаймын. Өйткені тіл бұл тек қана жаңағы сөйлесу құралы емес, жалпы сол тілде сөйлейтін адамдардың тарихы жатқан, мәдениеті жатқан нәрсе болғандықтан, олар өте қатты байланысты. Яғни тіл арқылы адамдар өздерінің сенімдерін, дүние танымын жеткізе алғандықтан, менің ойымша тілді үйренсең, сол тілде сөйлейтін адамдардың да мәдениетін, халқы жайлы көбірек үйренесің деп ойлаймын. Жақсы, сіз енді үш тіл білетін болғандықтан, осы шетел тілін білгендіктен, ағылшын тілін білгендіктен, ол мәдениетті қалай, көзқарасыңыз қалай болды сол мәдениетке деген? Тани алдыңыз ба, жалпы халқын зерттей алдыңыз ба? Яғни тіл үйренгендіктен, сол тілде көп видео, фильмдер көргендіктен, сол жақтың мәдениетіне де қызығушылығым арта түсті. Толығымен олардың дүние танымымен, мәдениетімен келсем, қолдаймын деп айта алмаймын. Бірақ, яғни тіл үйрену, ағылшын тілін үйрену, менің де дүние танымымды, білім, қорымды әрине көбейтті. Өзгертті. Иә, әрине. Шетелде болғансыз ба? Саяхаттаған жақсы көресіз бе? Жоқ, ешқашан болмағам, саяхаттағанды. Сол үшін шығар ұнатпаймын. Жақсы, қай елде болғыңыз келеді? Енді барғыңыз келеді болашақта? Сол Түркия мемлекеті шығар. Көбінесе енді біз қазіргі жастар фильм, сериал көргенді ұнатамыз. Көбінесе түркше сериалдардың жанкүйері болғандықтан, сол Түркияға барып, сол жақтың мәдениеті маған көбірек қызық, тіпті ағылшынға да қарағанда. Сол үшін сол мемлекеттен таңдадым. Жақсы, білгіңіз келетін, бірақ әлі үйренбеген тіл бар ма? Қазір мен ойлаймын, кәріс тілі, менің қызығушылығым сол тілге көбірек. Неліктен? Сол айтып отқан, сол жақтың мәдениетіне жақын болғандықтан, музыкасы бар, киносы бар деген секілді, жалпы мәдениеті өте қызықты мемлекет мен үшін. Үшін кәріс тілі не қызығушылығым бар, бірақ мен ойлаймын, болашақта Қытай тілінің маңызы қазір артып келуде, сол тілді де қарастырғым келеді. Жақсы, болашақта енді кәсібіңіз қазір осы тілге қатысты, шетел тілі бөлімінде оқисыз, болашақ ұстазсыз, иә? Болашақта осы мамандықты жалғастырасыз ба? Жоғары оқу орнына түсіп, Алғашқында бұл тек қана шет тіліне деген ғана қызығушылық болды бұл колледжға түскен кезде, бірақ мұғалімдердің арқасында, білім сапасының арқасында бұл колледждің әрине қазір мұғалім болу мақсаттарымның бірі, яғни болғым келеді, бұл мамандықты әрі қарай жалғастыруды көздеп отырмын қазір. Жақсы, Мерей, тіл үйрену кезінде қандай қиындықтар орын алады? Бөлісіп кетсеңіз. Мен ойлаймын, жаңа тіл үйрену бұл жалпы өте ұзақ күрделі процесс, бірақ жалпы көбінесе бұл грамматика мен сөздік құрмен проблема емес, көбінесе ол ұялу, қателік жасаудан қорқу, өзімде де сол басында көп болды. Қазір де қатты мүлдем ұялмай сөйлеймін деп айта алмаймын, бәрібір бір сенімсіздік болып тұрады, мына жерде қате айттым ба, дұрыс айттым ба. Сол үшін де көбінесе сенімсіздік ең басты мәселе болды мен үшін. Сол жағында көбірек практика істеу арқылы ол проблемаларды шешуге тырысу керек әрине. Жақсы, ағылшын тілін білу сіздің өміріңізді қалай өзгертті?
ағылшын тілін білу, бағана айта кеткенімдей, жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, көкжиегімді әрине де, білім көкжиегімді кеңейте түстік, көбірек басқа ақпараттар біле үйрене бастадым. Яғни ағылшын контентін зерттей бастадым, жаңағы мәдениет деп айтып отырмыз, сол жаққа да үңіле бастадым. Яғни сол білімімді әрине көбейте түсті ағылшын тілін білу, және басқа адамдармен сөйлесу қабілеті, және жалпы басқа мемлекеттегі адамдармен сөйлесу деген секілді мүмкіндіктерге де қол жеткіздім. Жақсы. Осы мүмкіндіктер жайлы айта кетіңіз. Шетелдік достарыңыз бар ма? Дос деп айта алмаймын, бәлкім бір-екі рет сөйлескен жаңағы сол практикаға көмектескен адамдар әрине болды. Жақсы. Сіз үшін тіл бұл құрал ма, әлде өмір салты ма? Мен ойлаймын, бір жағынан қарағанда әрине де бұл құрал, сөйлесудің құралы, ал бір жағынан әрине бұл өмір салты. Бағанадан айтып отқанымыздай, тіл бұл мәдениеттің бір бөлшегі болғандықтан, әрине бұл өмір салтына жатқыза аламыз деп ойлаймын тілді. Жақсы, сізге тіл үйренуге осы жолды, осы мамандықты таңдауға шабыт берген адам бар ма? Негізі менің кез келген бастауымда үлкен рөлін айтады ол әпкем, өзім үлкен әпкем. Ең алғаш грамматикадағы 12 шақты сол әпкемен үйренген болатынмын. Сол кісінің арқасында ағылшыным дамый бастады. Сол кісі кеңес берді, осы жерге мұғалім болып түсуге. Сол үшін сол кісіге айтар рахметім, әпкеме айтар рахметім өте зор. Жалпы әлеуметтік желі қазір қарқынды дамыған заман. Осы әлеуметтік желінің тіл үйренуге деген көмегі бар ма? Өте көп деп айта аламын, өте көп деп айта аламын. Себебі менің кез келген жаңағы әлеуметтік желімде мен білетін барлық тілдерде контент бар. Сол арқылы мен жаңағы сленг сөздер, қазір жастар арасында көбірек тарайтын жаңа сөздерді үйренемін. Яғни ол қатты бір грамматикаға көмектеседі деп айта алмаймын, бірақ жаңағы сенімділік тудыруға, жаңа сөздерді үйренуге өте жақсы құрал деп айта аламын әлеуметтік желілерді. Жақсы, Мирей, енді өзіңіз білетін тілдерде тіл жайлы, осы тіл білудің маңызы жайлы айта кетсеңіз. Тіл білу, менің ойымша, бұл адам мен жаңағы әлемнің арасындағы бір көпір секілді. Яғни тіл білу арқылы адам өз-өзін жан-жақты дамыта алады, жаңа нәрселерді үйренеді, жаңа мүмкіндіктерге, мәдениеттерге есік ашады деп ойлаймын. По моему мнению, знать разные языки, помогать человеку развиваться в разных сферах, это не только как я, например, в сфере учителя, но и в других разных направлениях знать разные языки всегда будет выделять себя, ты всегда можешь, не стесняясь, что-то сказать. То есть я думаю, это очень важно. So I feel like knowing different languages, it's a very big opportunity to open doors to different cultures, to know different things. Like knowing languages really help you to not just speaking it, but also to learn different cultures, different, I think, countries, maybe beliefs and something like that. So I feel knowing languages is a very important part of my life, and I guess that a lot of people would agree with me. So knowing languages, it's very good. So let's learn different languages together. Жақсы, шынды жауап бергеніңізге рахмет. Қош сау болыңыз, көрермен.